Қайырлы күн баршаларыңызға, сіздермен мен Түсіпбек Темірлан. Сіздерге бүгін мен қазақ хандығының құрылуындағы алғы шарттары туралы айтып беретін боламын. Қазақ хандығын 1465 жылы Керей мен Жәнібек құрған. Олар 1465 жылы құрмас бұрын 1457 жылы Есенбұғадан жер сұрап барады. Моғолстан мемлекетіне жер сұрауға барады. Сол кезде Есенбұға өздерінің Керей мен Жәнібек сұлтанға Шу өңірі мен Қозыбас деген жерден өзінің Жетісу өңірінен кішкене жер бөліп береді. Және бұл жерді 1457 жылы береді. Және де сол жерден ары қарай дамытып 1465 жылы Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрған болатын. Және де осы хабарды естіген Әбілқайыр хан Керей мен Жәнібекке қарай соғысқа аттанады. 1468 жылы аттанған кезде жорық нәтижесінде жорыққа жетпей қаза табады. Бірақтан қалай қаза тапқаны белгісіз. Және де ең алғаш болып Керей хан қазақ хандығын құрады. Оның басшысы хан, яғни Керей хан болады. Керей ханнан кейін Жәнібек хан келеді, Жәнібектен кейін Бұрындық хан. Керей хан 1465 және 1470 жылдар аралығында, 73 жылдар аралығында қазақ хандығын басқарады. Және де Керей ханның кезінде 1470 жылы Ташкент қаласын басып алған болатын. және де ары қарай орнына Керей қайтыс болғаннан кейін Жәнібек хан келді. Жәнібек хан да қазақ жерін едәуір ұлғайтып, сыр өңірі мен Ташкент маңындағы қалаларды басып алды. Және де Жәнібек пен Керей хан қайтыс болғаннан кейін 1480 жылы және де 1511 жылдар аралығында қазақ хандығын Керей ханның баласы Бұрындық хан басқарды. Бұрындық хан басқарған кезде қазақ хандығы едәуір бір көркендейді деп айта алмаймыз. Себебі Бұрындық хан өзі ішкі саясатқа араласты, ал сыртқы саясатқа Жәнібек ханның баласы Қасым сұлтан көп араласты. және сол себепті Бұрындық ханға қарағанда Қасым сұлтанның мәртебесі едәуір жоғары болды деп айта аламыз. және де Бұрындық хан кезінде Мұхаммед Шайбаниден қазақ хандығы жеңіліп, өзінің бана басып алған Керей мен Жәнібек кезіндегі басып алған жерлер, яғни Керей мен Жәнібек хан басып алған жерлерден айырылып қалды. Мысалы, Ташкент өңірінен айырылады біріншісінен, екінші Сауран өңірінен айырылып қалды. және де осы қысынан шыдай алмаған Бұрындық хан мен өз патша болуға лайық емеспін деп деген сынай танытып, кейбір деректері Бұхара қаласына, кейбір деректері Хорезм қаласына көшіп келеді. және сөйтіп 1513 жылы және 1523 жылдар аралығында қазақ хандығында Қасым хан өзінің билігін орнатады. Қасым хан кезінде біздің билік өте жоғары, қазақ хандығы жақсы көркейді деп айта аламыз. Себебі Қасым ханның кезінде қазақ халқының саны 1 миллионға жетті, ал әскер басының саны 300 мыңнан асты. және де Қасым хан өзінің саясатын орнату үшін халқын біріктірді, және де өзінің Қасым ханның қасқа жолы атты заң жинағын енгізді. және де бұл заң жинақ 5 тармақтан тұрды. және де одан кейін қазақ хандарына келетін болсақ, одан кейін Тахир хан келді. Тахир хан 1523 және де 1533 жылдар аралығында билік етті. Бұл Қасым ханның немере інісі. және де осы кезде бір дерек айта кетейін. Осы Бұрындық ханнан кейін Қасым хан келді. Қасым ханнан кейін бүкіл біздің қазақ хандарымыз осы Жәнібек ханнан тараған, яғни Керей ханнан тек қана Бұрындық хан болды. Одан кейін Керейдің ұрпақтары хан болмады. және де бұл Тахир хан бұл Қасым ханның немере інісі, бірақ оның ел билеуі өте бір түрлі болды деп айтсақ болады. Себебі ол көбінесе Шайбани әулетімен, Ноғай ордасымен және де Моғолстан хандарымен жауласты. Яғни өзі кішкентай мемлекетті қарамаршылығын өзін қоршап жатқан 3 мемлекетпен бірдей жауласты. және сол нәтижесінен қазақ халқының жағдайы төмен түсіп кетті. Одан кейін Тахир ханнан кейін Бұйдаш хан келді. Бұйдаш хан да тоже бір жыл 1533-1534 жылдар хандықты басқарды. Ол да
қазақ хандығын күшейте алмады, себебі бытыраңқы болып жатқан. Және де біздегі ең ұзақ хан, яғни ең ұзақ хандықта отырған Хақназар хан келді. 1538-1580 жылдар, яғни 42 жыл отырған. Бұл Хақназар хан келгеннен кейін қазіргі бытыраңқы болып жатқан қазақ халқын қайтадан біріктіріп, қайтадан көркейткен хан болып саналады. Қазақ хандығын ең ұзақ билеген, яғни 42 жыл билеген, және де Қасым хан 1580 жылдары қайтыс болып, орнына оның ағасы Шығай хан келді. Шығай хан бұл кезде 80 жаста болған. Және ол 80 жаста болғанына қарамастан Хақназарды қалай биледі, дәл солай ары қарай жалғастырды. Және де 1582 жылы 82 жасында қайтыс болды. Қайтыс болғаннан кейін оның ұлы Тәуекел хан хандыққа келді. Ол 1582 және 1597 жылдар аралығында қазақ хандығын биледі. Қазақ хандығында ол еміршін Ташкент билеушісі Абдолла ханмен шарт жасасқан болатын. Яғни Абдолла хан оған өзінің еліндегі 4 жерде бөліп беру керек еді. Және де бұл бірақтан Абдолла хан бұл шартты каким-то образын үзіп жіберді. Себебі ол осы 4 жерде Тәуекел ханға бергісі келмеді. Және де Тәуекел ханның ықпалы жоғары болғандықтан оған осы келісімшартты бұзуға мәжбүр болды. Келісімшартты өзі бұзып жіберді. Және сол себепті бұған ашуланған Тәуекел хан 1582 жылы Ташкентті жаулауға жорық жасайды, бірақтан жорығы сәтсіз болады. Және де осы сәтте 1597 жылдар кезінде ол Ресей империясына қарай көмек сұрайды, және де дипломатиялық қарым-қатынас сұраған болатын. Және де 1597 жылдар сол кезде Ташкент билеушісінің өзінде Бұхара хандығында өзара ішкі тартыстар болып жатты. Мысалы, Абдолла ханның баласы Абдылмомын өз әкесінен қарсы шықты. Және де 1598 жылы Абдолла хан қайтыс болып, орнына сол өзінің баласы Абдылмомын билікке келді. Осы сәтті пайдаланған Тәуекел хан Сауран, Ташкент сияқты қалаларды басып алған болатын. Және де осы қалаларды басып алған кезде Бұхара өңіріндегі шайқаста ауыр жараланып Ташкентке келіп қаза табады. Ташкентке келіп қаза табады. Одан кейін 1598 және де 1628 жылдар аралығында Есім хан билейді. Есім ханның ентегейлі бойлы ер Есім деген өзінің лақабаты бар. Оны халық өзі ұсынған. Ол лақабатты Мәуереннахр түбіндегі шайқаста осы лақабатты берген болатын. Және Есім хан көптеген Есім ханның ескі жолы атты заң жинағын құрды өзінің. Және де бағана айтып өткен Тәуекел хан Ташкент қаласын жаулап алды. Яғни сол кезде Тәуекел ханның жаулап алған жерін екі хандыққа құрды. Яғни Есім хан өзінің бұрынғы қазақ қаласын басқарса, ал Тұрсын ханды сол Ташкентке жіберді. Бірақтан Ташкент билеушісі сол Тұрсын хан өзінің билігін аз деп ойлап, бүкіл қазақ хандығын мен басқару керекпін деп өзінің бауырына жасайды. Сол бытыраңқылық, яғни ішкі тартыстар болады. Соның нәтижесінде 1627 жылы Есім хан Тұрсын ханды өлтіреді. Және де 1628 жылы артынша Есім хан қаза табады. Есім ханның орнына одан кейін Жәңгір хан келеді. Жәңгір ханды 1628-1652 жылдар аралығында басқарған. Ол туралы деректер аз, мысалы, бірақтан бір ғана дерек бар, яғни Орбұлақ шайқасы болған. Басқа деректері жоқ. Және де халық оны Салқам Жәңгір деп атаған. Одан кейін бізге 1652-1680 жылдар аралығында хандарды бізде ақпараттар аз, деректер аз. Ол кезде хандықта көп хан болған, бытыраңқылық болған. Және де Қазақстан дәуірінің ең жоғары деңгейі осы Тәуекел ханның кезеңінде болған. 1680-1711 жылдар аралығында билік еткен. Осымен бәрі бітті. Назарларыңызға рахмет.